Саниева компаниясын ашқан мақсатымыз бізде ой туындады. Осы халыққа біз не бере аламыз, не жеңіл түрде адамдарға көрсете аламыз, табыс көзін, денсаулық көзін. Сол мақсатта бізге ойын туындады. Неге халыққа жеңіл түрде денсаулығын жақсартуға, тез арада әл-ауқатын жақсартуға, тез арада өзін нарыққа шығара алатын мүмкіндік туындатуға осындай жеңіл түрде Саниева компаниясының маркетинг жоспарын ойластырып шығардық. Қазір сол таңда біз Саниева Роза Қожахметқызы екеуміз отырып ойластырған кезде ең бірінші статусымыз консультант статусы еді. Сол консультант статусты кім жабады деп ойладық. Сондай қанша адам соған қол жете алады екен деген ой туындады. Соған қарамай біз ары қарай жоғары статус қойдық, жоғары менеджер статус қойдық, лидер, директор арғай сөйтіп дамыта бердік. Қазір таңда 3 жылдың ішінде Саниева компаниясында 50 деген консультант статусымыз бар, 30 шақты менеджеріміз бар, 20 шақты жоғары менеджеріміз бар. Қазір таңда бізде 5 минутный дейді директор статусы 2 статусымыз бар. Бұл әрине оңай келген жоқ. 3 жылдың ішінде қанша қиындықтар туындады, қанша мүмкіндіктер келді, біз түсінбей қалған кезде қайтадан ойластыру арқылы бұны айтады ғой адам. Ойлай жүзеге ойынды асыра бергім келеді екен. Сол себепті Саниева компаниясында осында бізде қазір таңда лидер ханымдарымыз бар, директор ханымдарымыз бар, жоғары менеджер ханымдарымыз бар, менеджер, консультант, серіктестеріміз бар. Қазір таңда рейтингке қарайтын болсақ, мен нақты айта аламын, Қазақстанда ең бірінші Саниева компания нық келеді деп айта аламыз. Енді біз келесі мақсатымыз нарыққа шығу, шетелге шығып, осы компаниямыздың, Саниева компаниямыздың жеңіл түрде халыққа көрсету арқылы бүкіл әлемге танытқымыз келген мақсат қойып отырмыз. Қазір бізде жоспарымыз бар, өзіміздің кішігірім қала салуымыз, өзіміздің бизнес орталығымыз, өзіміздің үлкен заводымыз. Сол арқылы біз компаниямызды алға қойған мақсатымызды нық қадам басып келе жатқан компаниямыз. Енді айта кететін болсақ, бұл жерде тек Роза Қожахметқызы және мен емес, бұл жерде Саниев Біржан бар, Саниева Маржан ханым бар, Жанат бар, Айжан, Құралай, Баян. Айтып өтетін болсақ, бізде саны көп лидер ханымдарымыз бар. Осы арқылы біз қазір нақ сенімді айта аламыз. Өстіп, ешқашан артқа қарамасақ, алға қарай ұмтыла берсек, жетістікке жететінімізге сенеміз. Енді келесек нақты қадам басып жатқан мақсатымыз нарыққа шығып шетелге дамыту Саниева компаниясын.